Балтам тап. Қазақтың ұлттық ойыны. Көбінде тойда, думан, тілеу кезінде тойды қызықтыра түсу үшін той бастар біреуді анықтауға арналған. Басқа да мақсатта ойнала береді. Айнала отырған топ ішінен біреуі қарап отырғанша балтам тап ойнайық деп қасындағы отырған кісіні балтам тап деп түртіп қалады. Ол қашан балтаңды алдым деп өзін нұқиды. Ойын бастаған ойыншы сен алмасаң кім алды деген жаңағы ойыншыны қайтадан түртіп қалады. Ал енді мынау балтамды алмаса деп келесі бір ойыншыны түртеді. Ол сен алмасаң кім алды деп сол адамды қайтадан нұқиды. Ол тағы да мынау балтамды алмаса деп өзінің көршісін түртеді. Осы тәртіп, осы сөз қайталана береді. Ойын соңы жаңағы ойын бастаушыға жеткенде ол сен аларда мен салар, атқа жемді кім салар деп екі жақтағы көршісін екі түртеді де өзі ойыннан шығып кетеді. Ойынды ойын бастаушының оң жағындағы көршісі жалғастырады. Жоғарыдағы сөздер түгел қайталанады. Ең соңғы қалған ойыншы ойынды тойды тілеуді бастап өнер көрсетеді. Қазақта бір істің созылып сөз бұйдаға салынғанын балтам тап деп ойнағандай, немесе сен аларда мен салар, атқа шөпті кім салар болды ғой дейтін тәлсім бар. Бұл осы ойыннан туындаған тәлсім болса керек. Балуандар бапкері. Қазақ халқы табиғатқа жақын өскен, үнемі далада жүретін, таза ауамен дем алып, тұнық су ішіп, қуатты тағамдар жейтін ұрпағы өжет, қуатты күшті келеді. Бура сан, түйе, өгіз, балуандар қазақ тарихында көп болғанын тарих дәлелдейді. Осы балуандардың табысты күресуіне олардың бапкерлерінің де үлкен үлесі болады. Олар балуандарын өздерінше сынап, баптап, әдіс айланы айтып беріп, қарсыласының осал жағын күні бұрын біліп, оны өз балуанына ұқтырып айтып отырады. Күрес кезде балуанның атақ, даңқы, тарихын елге айқайлап айтып, оның түйе, өгіз көтергенін, қара құйын, қара тажал, көк жал, арыстан, қабылан, қара қабан, ақ балуан деген сияқты лақап аттағын тойшыларға паш етеді. Балуан атқа мінгізіп, иығына шекпен жауып, аттан түсіріп алып, күресер ортаға сән салтанатпен әкелуге тиісті. Оның күрескенде рухын көтеріп, ұранын айтып, құйрығынан ұрып, күш қосып, жігерлендіреді. Ақын бапкерлер балуанның атағын жырмен де жырлап жар салады. Бұл да балуандардың бір сән салтанат насихаты дәстүрі.